Мен Жеңісова Насетке, 3-ші В сынып оқушысымын. Сіздердің назарларыңызға Айсұлу мен Күнсұлу ертегісін ұсынамын. Сонау өткен заманда біреудің Айсұлу мен Күнсұлу деген қыздары болыпты. Олар теңдесі жоқ сұлу екен. Бірінен бірі асқан сұлумын деп, бірімен бірі үнемі ұрсысып, жиі жанжалдасып қалады екен. Бір күні Күнсұлу Айсұлуға тиісіп, сенен сұлумын дейді. Ал Айсұлу болса, жоқ, сен сұлу емес, мен сұлумын дейді. Ақыры аяғы бұл талас үлкен шатаққа айналады. Ұзақ қысып ашуланған Күнсұлу өзіне қарсы келген Айсұлудың бетін байқаусызда тырнап алады. Күнсұлу тырнағындағы Айсұлудың бетіне өшпестей болып тиеді. Міне, содан бері Айсұлу жұрттан ұялып, тек түнде ғана тысқа шығады екен. Қатты ұятқа батқан Күнсұлу тым қараңғылығында бұғып жатады.